Қайырлы күн, сізді сабағымда көргеніме қуаныштымын. Қайырлы білім болсын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы барлықтарыңызға актуальный, барлықтарыңыз қызығатын, барлықтарыңыз білгіңіз келетін воронка. Яғни воронка деген не? Бұл қазақша айтқан кезде клиенттің сізге дейін сатып алуға дейінгі жолы. Жалпы воронканың менің өзім қолданатын 100 түрі бар. 100 түрлі воронканы әртүрлі нишада, әртүрлі экспертке сай қолданатын өзінің арнайы кезеңдері болады. Например, воронканың ішінде воронка деген нәрсе бар. Бір воронка, мысалы, толықтай жасалып бітуі үшін воронка бойынша клиенттің жүріп өту жолы 1 апта, 1 күн, 1 сағат, 1 ай, немесе жарты ай деген сияқты әртүрлі уақыты болады. Жалпы воронка дегеніміз не? Воронка арқылы біз не істей аламыз? Мысалы, сіз контент түсіресіз, личный брендімді дамытқым келеді дейсіз, бірақ воронкасыз просто так рилстар түсіріп, видеолар түсіріп, өзіңіздің услугаңызды сатқыңыз келіп, әрекеттер жасауыңыз мүмкін. Егер воронка болмаса, бұл әрекеттеріңіздің барлығы шығын және зая кетеді. Бұндай нәрсе болмас үшін біз не істейміз? Ең алдымен сіздің өніміңізге арналған қымбат чектегі өнім ба, арзан чектегі өнім ба, соған сай воронка жасаймыз. Мысалға, қымбат миллион теңгенің өнімін, сіз вебинар арқылы сата алмайсыз. Вебинар массаға арналған воронканың түрі. Барлықтарыңыз білесіздер ғой, вебинарға бүгін сағат 8-де менің сабағым болады, кел деген сияқты вебинар как подкаст сияқты бір тақырыпты полностью ашуға арналған 2-3 сағаттық эфир, былайша айтқан кезде. Немесе барлықтарыңыз білетін лид-магнит. Лид деген не? Адам, клиент, ал магнит деген не? Тарту. Сіз мысалы кез келген адамға барып өніміңізді прямой сата алмайсыз. Бұл жерде лид-магнит воронкасы керек болады. Сіз бір өніміңізді пожертвовать етесіз, яғни бір өніміңізді тегін беру арқылы клиентке ұсыныс жасай аласыз. Мен саған осы өнімімді тегін беремін, есесіне сен маған подписка жасайсың. Және де осы лид-магнит арқылы сіз бірінші клиентпен коннект жасайсыз, яғни байланысқа түсесіз. Сол жерден ол сіздің теплыйыңызға айналады, яғни холодный келген адамды теплыйға айналдыру үшін осы лид-магнит қолданылады. Лид-магниттің мысалға 50 түрі бар. Оның барлығын бұл жерде айтып жеткізу үлкен уақыт алады, сондықтан да келесі воронка бізде Tripwire. Tripwire деген не мысалы? Tripwire арзан өнім дайындап, артынан қымбатқа сату. Ол Tripwire'ды жасау үшін де, арзан өнімді сату үшін де, сіз алдымен лид-магнит қолдануыңыз мүмкін, немесе басқа воронка қолдануыңыз мүмкін. Жалпы біздің нарықта кездесетін осы 2 воронка бар, лид-магнит және Tripwire. Бұл бізде Американың Russell Bransonның жасаған методикасы, яғни воронкасы. Осы воронканы біздің барлық инфобизнес болсын, товарка болсын, барлық жерде қолданады. Мысалы, ипотека экспертін алайық, ол өзінің клиенттерін жинау үшін не істейді? Ипотека эксперті болмаған күннің өзінде застройщиктің өзін алайықшы, ол өзінің үйлерін өткізу үшін әртүрлі бағдарламалар шығарады. Мемлекетте әртүрлі бағдарлама шығарады. Мысалы, Наурыз деген бағдарламаға шотыңда 2 миллион теңге болу керек, сен сонда барлық жақтан үй аласың деп айтады. Бұл бізде не? Бұл бізде Tripwire. Миллион теңге салғызады, артынан уже қымбат өнімді үйді қанша миллион екенін айтпайды, бірақ сатады. Яғни бұл жерде маркетингті осылай қолданып тұр. Бір қателік бұл жақта өзіне ақша алып келіп тұрған воронканы өзгертіп жібереді. Ана жақта қытайскийден күшті түсіп жатыр екен, мына жақта моңғолскийден күшті түсіп жатыр екен деп воронканы ауыстырып жіберуі. Ал воронканы просто так можно масштабировать. Например, сізге бір күнде 200 лид түсіп тұрған болса, сіз 200 лидті $50 алып келіп тұрсыз делікші. Ал сіз $100 салатын болсаңыз, сізге 400 лид түсуі мүмкін. Осылай оны масштабтаудың орнына ана жақта больше істеп жатыр екен деп өзінің жасап тұрған воронкасын құртып жібереді. Осы қателікті басты эксперттер жібереді. Ал новичок эксперттер не істейді? Елден көргенін жасайды ғой. Негізі сырттан естіп алған, просто так анандай тегін сабақ берсең бүйтеді екен, анан сөйтеді екен, осындай чат-бот орната салады екенсің деген сияқты. Бұл қарапайым самый низкий воронкалардың бірі. Барлығы қолданатын. Ал сіз оның дұрыс структурасын білмесеңіз, қалай лид-магнитті дұрыс дайындау керек? Қалай гайдты дұрыс дайындау керек, қалай бесплатный уроктың өзін дұрыс дайындау керек деген нәрсені білмейтін болсаңыз, сіздің жасаған, салған ақшаңыз зая кетеді. Мысалы, сіз
ең басында новичок эксперт болсаңыз, сізге бірден өніміңізді сату үшін міндетті түрде таргет жарнамасы керек болады. Яғни ақылы жарнама. Сіз бірден рилсіңізді атып, ол адамдар қызып, сізден сатып алғанға дейін біраз уақыт өтеді. Ал бірден сату үшін сіз рекламаға жібересіз. Ол рекламадан келгеннің өзін тағы да қыздырасыз. Мысалға, определенный уақыты бар қыздырудың да. Ал егер сіз дұрыс қыздыра алмасаңыз, дұрыс оны оплатаға жабатын дұрыс воронка құрмасаңыз, мысалы, жай ғана чат-боттың өзінде сіздер общий бәрін воронка деп ойласаңыздар, чат-боттың өзінде, тексттің өзінде воронка болады, мысалы, сол воронканы дұрыс жазбасаңыздар, не болады? Слив болады. Сосын отырасыз выгоранияға түсіп, менің воронкам дұрыс жасамайды, менен ешкім сатып алмайды деген сияқты да. Егер сіз өзіңіздің нишаңызға қандай воронка сәйкес келетінін, қандай өнім сәйкес келетіндігін білгіңіз келсе, мен сізді разборда күтемін. Разборда сізге пошаговый планменен барлығын айтып түсіндіретін боламын. Разборда жолыққанша.